Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздегі тақырып трейдингті неден бастаймыз деп аталатын болады. Давайте мен сіздерге осы тақырып бойынша кішігірім түсіндірме өткізіп жіберейін. Қысқа нұсқары түсінікті. Сіздер ең бастаса видеоның соңына дейін көріңіздер, поддержка көрсетіп жіберіңіздер. Сонда мен осындай видеоларды жиі салып тұратын боламын. Түсінерсіздер деп ойлаймын, еңбекті де бағалайсыздар деп ойлаймын. Сол үшін мен көп созбай бастаймын. Так, бірінші мен өзім осы жерге сұрақ құрастырған болатын. Давайте осы сұрақ бойынша, осы критерий бойынша жауап берейін сіздерге. Неден бастаймын деген сұрақ. Егер неден бастайтындарыңызды білмесеңіздер, былай жасаңыздар. Бірінші сіздер нарықты таңдаңыздар. Сіздер қай нарықта жүргендеріңізді бірінші ойластырыңыздар. Например, біздің айналысып жатқан сала бұл Форекс нарқы деп алсақ болады. И одан бөлек крипто нарқы бар. Крипто дегеніміз енді білетін шығарсыздар. Жаңағыдай мемкоиндар, биткоиндар, жаңағыдай басқа да пример келтіруге болады. Бұл айтқанда түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ол крипто деген бөлек сала. Форекс нарқы бұл бізде валюталар, мысалға евро юзда, ГБП юзда деген сияқты паралар арқылы сауда жасау. Бұл айтқанда оны да түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сондықтан сіздер қай нарықта жүргендеріңізді бірінші біліп алыңыздар. И одан кейін қандай мықты стратегия бар дейді. На самом деле трейдингте ешқандай мықты стратегия жоқ. Мықты стратегия болған күннің өзінде көбі айтады 100%-дық деп. На самом деле 100%-дық ешқандай стратегия жоқ. Осыны просто миларыңызға сіңіріп алыңыздар. 100%-дық деп біреу көрсетіп жатса, оған просто сенбеңіздер и все. База дегеніміз не? Енді база дегенге көшек. База туралы мен өзім TikTok арнама закрепке қойған болатынмын, то есть болғанмын. Сол закреп бойынша үшінші видео, сол кезде көретін болсаңыздар, база не және де оған не кіреді, соны түсіндірген болатын. Сол жаққа кіріп көрсеңіздер болады. Және де қалай торговля жасаудамын, соған мән берейік енді. Мысалға, көбі былай жасайды, скальперлер. Олар скальперлер дегеніміз не? Ол кімдер, то есть енді қарайтын болсақ, ол бізде мынандай бір кішігірім қозғалыстан өздерінің нелерін ұстайды, прибыльдарын ұстайды, былай айтқанда, кішігірім қозғалыстардан. То есть бұл кезде бізде, соответственно, көп прибыль болғанмен, бірақ өте жоғары риск болады. Вот, соны ескеру керек. Вообще, негізі изначально новичоктарға скальпингпен айналысуға кеңес бермеймін. Және де интрейд, былай айтқанда. Енді интрейд дегеніміз не? Интрейд дегеніміз ол бізде минуттан сағатқа дейін ұласатын сауда. Былай айтқанда, мысалға біз примерно өзіміздің сделкамызды мына кезде аштық па? Осы жерде аштық па? Біздің сделкамыз бірер уақыттан кейін, мысалға, мына кезде жабылды делік. Бұл бізде бір күн ішіндегі сауда деп аталатын болады, былай қысқа қайырғанда интрейд деп аталатын болады. Және де свинг. Свинг позиция дегеніміз не? Енді свинг дегеніміз ол бізде бір күннен бастап, то есть бірнеше күннен бастап аптаға дейін созылуы мүмкін позиция. Оны да ескеру керек, бірақ мен сіздерге свинг ашуға кеңес бермеймін. Сондықтан ең стандартно это уже интрейд жасау. То есть интрейд бір күн ішінде сауда жасау. Соны ескеру керек. Және де енді бізде соңғы сұрақ. Не дұрыс, не дұрыс емес. Енді осы сұраққа жауап берейік. Бізде не дұрыс емес енді. Не дұрыс емес. Ол бізде 100%-дық стратегия деген дұрыс емес. Және де 100%-дық барлығын болашақты көрсетеді деген индикаторлар, олар тоже дұрыс емес. Және де робот, то есть өзі сауда жасайтын, сіздер просто отырасыздар, робот сіздерге позиция ашып беріп отырады деген нәрсе тоже самый өтірік нәрсе. Оған вообще сенуге болмайды. Ал не дұрыс енді? Бізде мынандай бір құрама болатын болса, былай айтқанда база плюс сетап плюс системный. Болды. Бұл бізде өте дұрыс нәрсе болып саналатын болады. То есть осы арқылы осы нәрселерді құрайтын болсаңыздар, сіздерде, скорее всего, сауда жақсы өтетін болады. Вот, мен сіздердің сұрақтарыңызға бүгін жауап бере алдым деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі біздегі тақырып болса, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ұнаған болса лайк басып кетейік, тіркеліп кетейік. Басқа да информациялар керек болатын болса, біздің телеграмға өтсеңіздер болады. Ал сіздерге сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Қош, сау болыңыздар.